Видеода суды жеткілікті мөлшерде ішпеу неге зиянды екенін айтатын боламын. Біріншіден, бұл теріге лимфа жүйесінің жұмысына әсерін тигізеді. Егер жеткілікті мөлшерде су ішпесек, ісіну, яғни отеки, целлюлит, сұйықтықтың іркілуі, яғни застой жидкости, терінің құрғақтығы, әжімнің ерте түсуіне келуі мүмкін. Сәбидің бойында 90% су, ал ересек адамда 75%, кәрі адамда 60% су болады. Адам есейген сайын ағзасындағы су мөлшері азайып отырады. Лимфа жүйесінде іркілудің, яғни судың жиналуы белгісі жағымсыз тер иісінің болуы. Көбі тер иісі болуы тиіс деп есептейді, алайда одан жағымсыз иіс болмау керек терден. Адам терлейді, терлеуі керек, дезодорант жағып бұл процеске кедергі келтірмеу керек, бірақ дені сау адамның тері жағымсыз иіс шығармайды. Егер жағымсыз иіс болса, лимфа жүйесі мен ас қорыту жүйесі жұмысын тексерту керек. Сұйықтықтың жетіспеуінен болатын тағы бір жағымсыз нәрсе іш қатуы, яғни запор. Өкінішке орай, көп адам іш қатуынан зардап шегіп отырады, бірақ оған мән бермей жүре береді. Бірақ үлкен дәрет адамда 3-4 күнде бір рет емес, ал күнделікті болуы тиіс екен. Іш қатуы неден болады және ол неге өршуі мүмкін? Іш қатуы көбінесе өт бөліну процесінің дұрыс болмауынан туындайды. Өт 95% судан тұрады, сондықтан міндетті түрде суды көп мөлшерде ішу керек. Іш қатуы неге алып келуі мүмкін? Іш қатуы деп отырғаным бұл запор. Өт жіңішке ішектегі шартты патогенді флораның, яғни адамда ішекті мөлшерде болатын микроорганизмдер, бұл шартты патогенді флора деп отырғаным. Осы флора көбеюін болдырмайтын антисептиктің қызметін атқарып отырады өт. Егер іш қатуы өт қоюлануы болатын болса, бұл ішекте дисбиоз, дисбактериоздың бар екені деген сөз. Дисбактериоз бұл денеде не іште микробтардың дисбалансы, одан қалыпты микрофлораның қорғау және басқа жұмысы төмендеп отырады. Онда бактериялар, грибоктар көбейіп, не ішек қабаты зақымданып, ол түрлі аурулар, дефициттер, витаминдер мен микроэлементтердің қоректі заттардың қорытылуының бұзылуына алып келіп, одан акне, яғни безеулер, шаш түсуі, тырнақ сынуы және жалпы өзімізді нашар сезімі пайда болуы мүмкін. Сондай-ақ, егер сізде варикоз не геморрой болатын болса, өтке және өт қабына назар аудару керек. Себебі варикоз бен геморрой бұл бірінші кезекте бауыр мен өт ауруынан болады. Егер сіз өт бөліну процесі дұрыстап, ал ол үшін жеткілікті мөлшерде су ішпегенше, бұл проблемалар кетпейді. Бұл проблемалар сіз өт бөліну процесін дұрыстап ретке келтіріп, ал өтті бөлінуін дұрыстау үшін суды жеткілікті мөлшерде ішпейінше, бұл проблемалар кетпейді. Тағы қайталап өтсем, акне немесе тері құрғақтығы неден болады? Оның себебі өт бөліну жұмысының бұзылуынан. Одан микрофлора бұзылып, грибоктар көбейіп, содан акне, қайызғақ, сибареялық дерматит, атопиялық дерматит, майларды қорыту жұмысы бұзылғаннан майда еритін витаминдерді қорыту бұзылады. Жирорастворимые витамины айтып отырған. Одан тері құрғайды, теріде бұлдырлар, яғни гусиная кожа пайда болады. Бұл қалыпты нәрсе емес, осыдан басқа өт біздің ағзадағы детоксикация процесінің негізгі қатысушысы болып келеді. Яғни детоксикация бұл мана ішектің тазартылуы деп түсінемін. Адам негізі өз қалауымен су ішу керек деп жатады, бірақ адамдар көбі суды іше алмайды көп мөлшерде. Мысалы, мен өзімде көп мөлшерде суды іше алмайтын едім. Күніне бір стақан ішсем, соған да рахмет айтып жүрдім. Су мөлшерін қадағаламай, не қанша ішу керектігін білмейтін болса, егер адам, бұл канал ол адамда бұзылуы мүмкін. Себебі ол аз мөлшерде су ішкенін қалауы мүмкін. Өзімізде су ішуге үйретуіміз керек. Егер адам ішіп жүрген су мөлшерін қадағаламай, не қанша ішу керектігін білмейтін болса, күніне, бұл канал ол адамда бұзылуы мүмкін. Яғни суды жеткілікті мөлшерде ішу каналы программасы адамда бұзылады. Себебі ол аз мөлшерде су ішкенін қалауы мүмкін. Өзімізді су ішуге үйретуіміз керек. Сол үшін, егер адам суды неғұрлым аз ішсе, соғұрлым аз мөлшерде су ішкісі келіп отырады. Егер суды көп ішсеңіз, іше бергіңіз келеді екен. Көбінде суды көп ішкеннен, әсіресе жылы су
су ішкеннен жүрек айниды. Бұл ас қорыту жүйесі мен өтте проблеманың болуынан. Мұнда кінәні судан емес, асқазан, ішек органдарындағы проблемалардан іздеу керек. Ісіну, яғни отеки, тердің жағымсыз иісі, акне, тері құрғауынан басқа тағы да ішетін су дефицитінің белгілері бар. Бұл қатты шөлдеу, ауыздың құрғауы. Көбі бұл диабет белгісі деп ойлайды, бірақ бұл тек қана сіздің жеткілікті мөлшерде су ішпеуіңізден де болуы мүмкін. Жалпы қан анализін тапсырғанда, общий анализ крови, адамдар гемоглобин, эритроцит саны көп екенін көріп, онда железо жетіспеушілігі жоқ деп ойлайды. Бірақ гемоглобин мен эритроцит санының тым көбеюі ағзадағы клеткаларда су жетіспеушілігінен болады екен. Егер су жетіспесе, қан қоюланып, эритроциттер көбейіп, гемоглобин жоғарылап, сізде анемия жоқ деген қате ойға келуіңіз мүмкін. Бірақ бұл қан қоюлануы бірінші кезекте ағзаға су жетіспеуінен туындайды. Мен өзімнің тапсырған анализдерім туралы айтқаным, алдыңғы видеолардың бірінде, жоғарыдағы сілтемеден қарап кетсеңіз болады. Қан қоюлануы қан қысымының артуы не төмендеуіне, тромбтың қалыптасуына, жүрек тамыр ауруларына алып келуі мүмкін. Сондықтан қан қоюланса, біріншіден көп мөлшерде дәрі ішуге ұмытылмай, көп мөлшерде су ішу керек. Су ішуге дағдыланбаған болсаңыз, өзіңізді үйрететін бірнеше тәсілі бар. Біріншісі, таңертең ас алдында 20 минут бұрын бірден 2 стакан жылу су ішіңіз. Мен оған лимон қосып ішемін. Екінші жолы, бұл 1 немесе 1,5 литр бөтелкені сатып алып, күніне оны 2 рет толтырып ішу керектігін біліп отырасыз. Менде 750 литрлік бөтелке, мен оны күніне 3 рет толтырып ішемін. Бұл шамамен 2-3 литр су. Бұл менің нормам. Күніне 1,5-2 литр жылы су ішкен дұрыс. Немесе менде 250 мл стакан бар. Демалыс күндері, жұмысқа бармаған күні үйде болғанда, мен 7 стакан суды ішемін. Бұл 1,7 литр су. Кем дегенде 1,5 литр суды ішіп жүремін. Бұл менің нормам. Салмағыма, бойыма сәйкес болатын нормам 1,5-2 литр. Келесі жолы су ішуді еске салатын қосымша, яғни приложениені телефоныңызға жүктеп алуға болады. Мен қалай су ішемін жалпы? Таңертең тұрып, шайнектен 1 немесе 2 стакан қатты ыстық емес суды міндетті түрде бір орында отырып ішемін. Ішіп болған соң бір орында 5-10 минут тұрмай отыру керек, себебі су ішкі органдарды, әсіресе ішекті шайып шығады. Су ішкен соң 20 минуттан кейін ғана таңғы асқа кірісемін. Тамақ ішу уақыттары арасында міндетті түрде салқын не ыстық емес, жылы суды ішіп отырамын. Суды тамақтан 30 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағаттан соң ішіп отырамын. Жатар алдында суды 2 сағат бұрын ішу керек. Негізі минералды не донатты суды ішу керек дейді, бірақ мен бірінші уақыттары оларды сатып алып ішіп жүрдім. Қазір жай краннан алып, шайнекте қайнаған қара суды ішемін, себебі аталған суларды алып жүру қымбатқа шығады. Кейде минералды не газдалған суды алып, бір күн қақпағын ашып қойып, газын шығарып, газы жойылған соң оны кішкене қарапайым жылы сумен араластырып ішіп отырамын. Жалпы осы видеода айтайын дегенім, көп мөлшерде су ішіп өзіңізді үйретіңіз, және ұмытып кетпеңіз суды ішіп жүруге. Запор, яғни іштің қатуы, қанның қоюлануы, терінің мәселелеріне бұл судың пайдасы өте көп. Видеом осы бүгінгі, соңына дейін көрсеңіз үлкен рахмет. Видеоны ұнаса лайк басып, каналға тіркеліңіз. Сау болыңыз.